Бәріңе сәлем достар. Сіздермен бүгін мен Нұрсұлтан, және бүгін біз Photoshop бағдарламасымен жұмыс істейміз. Photoshop бағдарламасы біз кез келген суреттерді монтаж жасай аламыз. Қазір біз бүгінгі сабағымыз біз текст жасаймыз, өте әдемі қылып. Сонымен біз создать етеміз, файл, создать деген басамыз. Сосын мына жерден ширинасы 1024, высота 1024 қылып алдым мен. Окей. Мен бізде аппақ мынандай төрт-бұрыш шығады. Біз енді қап-қара түсті аламыз. Сосын заливка деген инструментті аламыз. Және қап-қара қылып жасаймыз, және ең баста текстті жазамыз. Текст жазу үшін ақ түспен жазамыз текстті. Мен impact деген шрифт алдым. Нұрсұлтан өз атымды жаздым мысалға. Кез келген сөз жазуға болады. Бұны бұлай Ctrl-ды басып, осылай кішкене масштабын өзгертеміз. Ctrl деген кнопканы басып. Ал енді біз мынандай жасаймыз. Фильтр, стилизация, содан кейін ветер. Окей. Дәл осылай тұра береді. Сосын біз тағы окей басамыз. Және Ctrl-F деген әріпті басамыз. Ctrl-F. 4 рет басамыз. 1, 2, 3, 4. Ctrl-F-ны 4 рет басамыз. Фильтр, стилизация, ветер. Енді мына справаны слеваға өзгертеміз. Окей. 4 рет тағы да 2, 1, 2, 3, 4. Міне. Енді біз редактирование, трансформирование және поворотна деген басамыз. 90 градусқа өзгертеміз. Сағат тілмен 90 градусқа өзгерту. Міне, бізден ондай болады. Сосын қайттан фильтр, стилизация, ветер. Окей. Ctrl-F-ны 3 рет. 1, 2, 3. Міне. Сосын қайттан фильтр, стилизация, ветер. Справа. Окей. 3 рет. 1, 2, 3. Міне. Енді редактирование, трансформирование қайттан артқа жүргіземіз. Против часовой деген. Поворотна 90 против часовой. Міне. Біз кішкене мына жақ шығып кетті, қайттан ортасына қоямыз. Міне. Өте әдемі, бізде түсініксіз бір түрлі нәрсе шықты. Енді біз қара түсті аламыз. Текстті қайттан басамыз, қайттан жазамыз Нұрсұлтан деп. Міне. Бүйтіп кішкене қалай жаңағы ақ жазған жазуыңызбен масштабын бірдей қылуға тырысаңыз. Мінекей, бізден мынандай әдемі болып шығады. Сосын біз бүйтеміз. Мына жақтағы 3 көздің бәрін бүйтіп жойып шығамыз. Және слой создать етеміз. Міне, мына жерде слой создать етеміз. Сосын мына жерден инструмент градиент дегенді аламыз. Және мына жерден радуга деген бар. Осындай түсті, әртүрлі түсті кемпір қосақ. Және біз бұны бұлай бүйтіп бірлетті осындай сызық қылып шығамыз. Сонда бізден мындай нәрсе болады. Одан кейін барлығын қосамыз бүйтіп. Біз ештеңе көрінбейді, текст ештеңе көрінбейді, бірақ қорықпаңыздар. Біз мына слой 1-ді Нұрсұлтан деген әріптің артына жылжытамыз. Бізде қара түс жылжыды. Және біз мына жерден обычный деп тұрған жерден перекрытиені басамыз. Біз сонда мынандай әдемі жазу шығады. Көрдіңіздер ме? Сонымен мен түсіндірмек болған осы осындай әдемі текст жасаймыз. Сосын сохранить етеміз. Сохранить как? Міндетті түрде JPEG таңдаймыз. Одан кейін кез келген мынаған саламыз. Рабочий столға сохранить. Міне. Окей. Көреміз. Бізде мынандай әдемі картинка жасалды. Өздерің көріп тұрсыздар, өте әдемі. Сонымен достар, біздің бірінші сабағымыз аяқталды. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан. Ұмытпай бұл менің ең бірінші видеом болады каналдағы. Сонымен достар, сау болыңыздар. Егер де осы картинка ұнаса, каналға жазыламыз, лайк басамыз.